Хайди атасы екеуі қыстақтағы үйге көшіп Қош келді. келдіңіз, ата. Барып азық-түлік алып келейік, жарай ма? Бұдан былай дүкеніме келуші болмаңыз. Ештеңе істей алмаймыз. Үйімді сатпай қойғаным үшін тісін қайрап жүр. Тереза абайсызда дүкенде тұрған мүсінді сындырып алып, ата-анасының ашуынан қорыққаннан тауға қашып кетеді. Тереза! Көмектесіңдер. Тереза. Келлерлер отбасы атайдан қайта кешірім сұрайды. Ертең керек азық түлігіңізді алып кетіңіз. Бүгінгі айтқан сөздерім үшін кешірім сұраймын. Түйреуіш. Ата, қазір барып әжейді көріп келсем бола ма? Жай ма? Соңғы кездері сырқаттанып жүрген көрінеді. Қалын біліп келейін. Солайды. Тезірек сауығып кетсін. Әрине бара ғой. Сені көрсе қуанып қалады. Көп рахмет, ата. Ендеше киініп Жылы келем. киіміңді ки. Дала деген суық. Жарайды, ата. А? Мынау не? Қайсы? О, Ол сенің әжеңдікі болатын. Аннаға қатты ұнайтын. Кейін ол сенің анаңа берді. Ол кезде анаң жас келіншек еді. расымен әдемі екен. Оны таққың келе ме? Рұқсат етесіз бе? Бұл енді сенікі, Хайди. Көзіңнің қарашығындай сақта. Жарай ма? Жарайды, ата. Бұл аннадан қалған соңғы естелік. Әжеңді айтам. Ата, апам мен әжем таққан кезде жүздері одан әрі нұрланып кеткен шығар. Әрине, енді саған да жарасып кетті. Рахмет, ата. Әжейге менің сәлемімді жеткізуді ұмытпа. Жарайды, біраздан соң келемін, ата. Ыстық пештің қасына отырсаңыз жақсы болып қаласыз, әже. Расымен еш жеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Мен ойлап уайымдама кішкентай періштем. Ауырмайтын адамға ұқсамайсыз, әже. Бадам шарбатынан басқа дәрінің ешқайсысы көмектеспейді. Бұрынырақ ішкенімде ғой. Барып бадам шарбатын әкеліп берші қолдым. Қазір әкелем, әже. Қап, шөлмектегі таусылып қапты. Жолды қар басып қалмай тұрғанда бадам шәрбәтін алдырайық. Қаласаңыз дәріні дүкеннен сатып алып келейін. Ниетіңе рахмет, Хайди. Бірақ сенің бұлай... Хайди дұрыс айтады. Қазір барсақ түскі асқа дейін қайтып келеміз. Дәрін ішкен соң әжем жақсы болып қалады. Ол 5 франк тұрады. Қазір ақшаны алып келейін. Ақша дәріге жетпейді. Бадам шәрбәтін ала алмайтын секілдіміз, апа. Оның орнына бал қосып ыстық шай берейін бе? Олай жасасаң да болады, Брижет. Қап, қыстада ешкі баққанымда ғой. Ай сайын ақша тауып тұрар едім. Ендеше солай жасайық, Питер. Ешкі бағамыз ба? Бірақ қазір қыс қой. Жоқ, ешкі бағуға ауа райы қолайсыз. Бірақ егер қыстақ тұрғындарының үй шаруасына көмектесетін болсақ, олар қажет дәрімізді алуға ақша береді. Иә, сөзіңнің жаны бар, Хайди. Олай жасаудың қажеті жоқ. Жоқ, қажет емес, қызым. Қолымыздан келеді. Көп кешікпей қайтып келеміз.
4,5, 5. Tepti odan da көп екен. Біз жарадық. Енді шәрбатты алсақ болады. Әжем дәрісін ішкен соң жазылып кетеді. Питер, бері келші. Апа, тыныштық па? Әшеңнің сырғаты барған сайын үдеп барады. Жөтелге қоса енді қызуы көтеріліп жатыр. Қызу? Суық тигенге ұқсамайды. Дәрігерге хабарлама жіберіп келейін. Телеграфқа мен барайын. Ал сіз Хайди екеуіңіз үйге барып әжеме қараңыз. Мен тез келемін. Әже әлі-ақ жазылып кетеді. Атама барып болған жайды айтайын, бәлкім көмегі тиер. Пештеріңіз әдеттегідей жылымайтын болыпты ғой. Күзде мұржасын тазаламап едім. Ой, Дәрігер жауап берді. Не дейді? Әжеңнің ыстығы қайту үшін плеврозию қоспасын ішу керек деді. Оған қоса өкпенің қабынуына шалдықпас үшін жылы киіну керек деді. Плеврози? Ол жаңадан шыққан дәрі көрінеді. Тез әсер етеді деді. Алдымен әжейді тоңдырып алмаудың жолын қарастырайық бәріміз. Бәлкім әжейді біздің үйге апарармыз. Менің бөлмемде жатсын. Ол жер жарық әрі жылы. Дұрыс айтасың. Бірақ мен ешқайда барғым келмейді, қызым. Сендерге масыл болғаным Не жарамас. дегеніңіз, Сюзан? Біздің үйге барғаныңыз дұрыс деп ойлайым. Сол жақта тынығып аласыз. Ал мен сізге кітап оқып беремін. Сізге қалай алғыс айтсам екен? Шыдаңыз, әже. Көп рахмет, Хайди. Бөлмең расымен де жайлеген. Сөйлемегеніңіз дұрыс, әже. Сізге қажет дәрі-дәрмекті әкеліп береміз. Соларды ішкен соң жазылып кетесіз. Рахмет, балалар. Кешіріңдер, бірақ бұл дәрі менің дүкенімде жоқ. Оны Мейнфилдтен алдыруым керек. Ендеше тапсырыс беріңізші. Тапсырысты телеграф арқылы бүгін берсем, ертең таңғы пойызбен келуім мүмкін. Тамаша, ендеше дәріге тапсырыс беріңізші, өтінем. Әжеге қатты керек боп тұр. Кеудеңдегі түйреуішің әдемі екен, Хайди. Бұл менің әжемдікі. Тапсырыс бере аласыз ба? Я, жарайды. Дәріден бөлек бадам шырын. Плеврози. Бұл дәрінің бір шөлмегі 18 франк тұрады. Қымбатын ай? Сендерге дәрінің 2 шөлмегі керек екен. Демек 36 франк, оған 5 франк тұратын шәрбәтті қосамыз. Барлығы 41 франк болады. 41 франк? Біз 5 франкты табу үшін күні бойы жұмыс істедік қой, Хайди. Әзірше қолымызда барын бере тұрайық. Қалғанын кейін береміз, бола ма? Сонда қашан қайтармақсыңдар? Бір аптадан соң? Әлде бір айда? Жоқ, жаңа ғана қымбат тұратын касса аппаратына тапсырыс бердім. Сондықтан қарызға бере алмайым, кешіріңдер. Ақшаны қазір бермесеңдер, дәріге тапсырыс жоқ. Бірақ әжей қатты ауырып жатыр ғой, Кейлер ханым. Қаласаңдар бір келісімге келейік. Ол үшін маған өзіңнің түйреуішіңді бер. Түйреуішімді? Иә, солай. Сол кезде дәрілеріңді аласыңдар. Бірақ Хайдидің түйреуіші 41 франктан да қымбат тұрады емес пе? Оған қоса, бұл менің әжемдікі болған. Одан қалған жалғыз естелік. Оны сізге бере алмайым. Ендеше дәрілеріңді мен де бере алмаймын. Қане, болсаңдар қайта беріңдер. Жоқ, Хайди. Олай жасамашы. Атаң естісе ашулануы мүмкін. Ол маған түйреуішті көзіңнің қарашығындай сақта деген. Бірақ бізде басқа амал жоқ. Әжейді емдеу керекпіз. Түйреуішті алыңыз, Кейлер ханым. Тапсырысты дәл қазір берем. Дәрілердің ертең таң атысымен келетіне сенімсіз бе? Әрине, сұлуым. Оларды жап-жаңа кассалық аппаратымен бірге жіберу мүмкін, уайымдама. Ендеше ертең келеміз. Кейлер ханым дәріге тапсырыс берді. Ертең таң атысымен пойызбен келеді. Ата,
дәрінің ақшасына төлеуішті беруіме тура келді. Жоқ, Хайди. Сен дұрыс жасадың, Хайди. Ақшаңызды қайтарып береміз аға. Уәде берем. Көп ұзамай жазыласыз, әжей. Әзірше шыдамды болыңыз. Жылы жерде жақсылап ұйықтаңыз. Сол кезде тез жазылып кетесіз. Айтқаның болат, құлыным, Хайди. Сәлеметсің бе, Йохан? Сәлеметсіз бе, аға. Поезд кешігіп жатыр. Мынадай қарда кешікпей қайтсын енді. Питер, не боп қалды? От жағайын деп отына келе жатқам. Хабарлама келіпті. Жолдан Ганс ағайды көріп қалдым. Пойыз келмейтін болды. Ол Дорфли мен Спигельхаймның ортасында қалып қапты. Кассалық аппаратым. Әжейдің дәрісін қайтеміз. Алаң болма, Хайди. Оны өзім алып келем. Абай болыңыз, ата! Бұнысы нес? Ол жаққа жете алмайды ғой. Жетеді. Атамның мықты екенін білесің ғой. Әжейдің дәрісін әкеліп береді. Келдіңдер ме? Тоңып кеттім ғой. Сен алар емеспін, Барбыл. Бүгін жаңа кассалық аппаратында алатын күнім болатын. Ал поезд болса Дорфлеге жетпей жарты жолда тығылып қапты. О, төлеушің әдемі екен, Альда. Жараса ма? Бірақ ол ағайдың әйелінікі емес пе еді? Иә, солай. Оны қалай алдың? Айырбас. Брижиттің анасының дәрісіне айырбастады. Ол сырқаттанып жатыр екен. Байғұс кемпір. Сонда ақшаның орнын алдың ба? Дәріге ме? Иә, олай жасамағанда дәрі ала алмас еді. Брижитке қарызға бере тұруыңа болар еді ғой, Альда. Олай жасауыма болар еді, Барбыл. Дұрыс айтасың. Бірақ соңғы кездері берген қарызымды әрең қайтарып жүр. Жөні жоқ, жомарт бола алмаймын ғой. Бәріміз кішкентай қыстақта тұрамыз, Альда. Бір-бірімізге көмектесу біздің парызымыз. Жә, бұның бәрін саған не үшін айттым екен, а? Біреудің шаруасын араласқанды қашан қоясың? Кейінірек келермін. Білесің бе, ол дұрыс айтады. Бұны мен не айтқың келіп тұр, Йохан? Атам көп ұзамай келсе жақсы болар еді. Иә, келіп қалар. Ыстығы басылмай жатыр ма? Сулы орамалдың өзі көмектеспей жатыр. Әжем сауығып кете ме? Бәлкім атам келгенге дейін бір амалын жасай тұрармыз. Кішкентай жұлдызым, білем, сені көре алмаймын, бірақ атамның кешікпей аман есен келуіне көмектесші. Мінеки, әжей. Алаң болмаңыз. Атам көп ұзамай келіп қалады.
не дауыс деп ойласам, мұнда не істеп жүрсіз? Пойызбен келу керек болатын дәрілерді алып кету үшін Дорфлиден келдім. Сонда сіз бұрқасыққа қарамастан Дорфлиден келдіңіз бе? Қажет болған соң келдім да. Дәріні тез арада апармасам жақын досымның бірі жүріп кетуі мүмкін. Осының бәрі дәрі-дәрмек пе? Мұнда Дорфлидегі азық-түлік дүкенінің тапсырысы да бар. Қоса ала кетейін. Бірақ оны көтер алмайсыз ғой. Ауа райы болса мынау қолыңыздан келмейді. Не болса да көре жатармын. Ең болмаса мынаны алыңыз. Жақсы. Ақылға сыймайды. Ол жете алмайды. Құдайым-ай, көмектесе көр. Ата! О, белмай. Ата! Ата, тоңып қалыпсыз ғой. Атай, аман есен оралғаныңыз жақсы болды. Дәрі-дәрмек мына жерде. Әжең апарып бер. Қазір Я дәл өзі. Апарып бере ғой. рахмет сізге, ата. Апа! Пештің қасына барып жылынып алыңыз, ата. Сіздің ауырып қалғаныңызды қаламаймын. Эрнст, Тыңдап тұрмын, Сюзан. рахмет. О, не дегеніңіз? Бәрі дәрінің арқасы. Сен өте жақсы адамсың. Басқалар бұл сөзбен неге келіспейді таңғалам. Тынығып ал. Әңгімені ертең айтамыз. Отырсаңшы, Бриджит. Иә. Беті бері қарады ма? Сауығып келеді. Түннен бері жақсарып қалыпты, ыстығы да басылған. Тамаша. Әжейді көруіме бола ма? Оған тынығу керек, Хайди. Сондықтан ұзақ отырма. Ата, мынау не? Альданың су жаңа кассалық аппараты. Оны неге алып келдіңіз? Түріне қарасам ауыр секілді. Біз кішкентай қыстақта тұрамыз, қызым. Сондықтан бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Кіре ғой. Әжей, қал жағдайыңыз қалай? Тәуір болдым. Бәрі атаң екеуіңнің арқасы. Жазылғаныңыз жақсы болды, әжей. Жасыңды тей кішкентай періштем. Енді есептейік. 12 жұмыртқа, сосын... Сәлеметсіз бе, Барбыл ханым? Сәлеметсіз бе, Кейлер ханым? Сіздің жаңа кассалық аппаратыңыз өте әдемі екен. Не? Оның қандай екенін қайдан білесің? Кеше оны атам пойыздан алып келді. Не? Атам оны қалаған кезіңізде әкеліп береді. Атаң кассалық аппаратты пойыздан алып келді ме? Дорфли тұрғындары бір-біріне солай жасайды емес пе? Мұқтаж жандарға қол ұшын беру біздің міндетіміз. Атаңның мұндай ерлік жасағаны жақсы болған екен. Егер ол сұрап жатса, дәл қазір әкеліп беруіне болады. Ал мен әрине бұл еңбегін жемейтін боламын. Бәлкім біраз ойланарсың, Альда. Түйреуішім сізге ұнады деп ойлаймын, Келлер ханым. Әжемнен қалған соңғы зат осы болатын. Әжемнің құрметіне түйреуішті күнде тағып жүріңізші. Түйреуішті қайтарып алғың келе ме, Хайди? Қайтарып берсеңіз қуанар едім. Рахмет, Келлер ханым.
тапсырысың келді Альда. О, мынаның әдемісі най. Жер бетіндегі ең әдемі аппарат екен, Келлер ханым. Бұдан бұлай тіреуішімді ешкімге бермеймін, ата. Өмір бойы сақтап өтем. Әжең сендей немересі барына қуанар еді қайды. Әжем туралы көп нәрсе білсем ғой. Қаратыс ойнаймыз ба? Я.